Мен режиссура мен оқиға желісі туралы айтып отырмын. Сондықтан есіңізде болсын, аймақ бұл жалғыз аймақ. КМП-дегі айырмашылықтар. Мен сізге КМП негізінде не істеу керектігін айтамын. Енді келесі тақырып сап. Жарайды. Мен қандай сап қолданамын? Жарайды. Сен әрқашан қандай сап қолданасың, балақай? Жарайды, бастайық. Мен айтқанымдай, біз алдымен 3 уақыт аралығын қолданамыз, бірақ бұл туралы сөйлесейік. Күнделікті газеттен мысал. Біз алдымен аймақты анықтауымыз керек, солай ма? Сондықтан есте сақта, жаз, бұл алдымен аймақ. Не іздесең де, аймақты ізде. Не сіңіргіш сату, не сіңіргіш өрісті сату, не сіңіргіш сатып алу, бұл аймақ болғанша маңызды емес. Алдымен іздеу керек. Алдымен аймақ. Жарайды. Екінші нөмір, мұндағы баға серпінді, баға төмендейді, содан кейін төмендейді. Содан кейін олар не істей бастайды? Қай жолмен? Басқа жаққа. Бүйірден дегеннің мәні неде? Әрқашан әлсіздікті есте сақтаңыз. Олар қазірдің өзінде әлсіздікті тудыруда. Олар төмен түсу арқылы оны жеңе алмайды. Олар жоғары көтерілу керек. Мен бұл жерде не істеуге болмайтынын айтып отырған жоқпын. Мұнда не сатып алуға болмайды. Біз осы жерден сатып ала аламыз ба? Иә, сіз істеп жатырсыз. Бірақ мен алдымен осы жерде осы макет туралы айтқым келеді. Мен мұнда ештеңе сатып алу туралы Сондықтан жағы. Үшінші нөмір. Баға аймаққа қайта оралуда. Бұл бағаның аймаққа қайта оралуын білдіреді. Үшінші нөмір. Төртінші нөмір сем, КМП. Сіз құрылымды есте сақтауыңыз керек. Мен мұны құрылым деп атаймын. Сіз құрылымды атауыңыз керек. Оны атауыңыз керек. Тек құрылымды есте сақтауыңыз керек. Тек 4 қадам. Біріншісі аймақ, екінші нөмірі бүйір, үшінші нөмірі. Баға аймаққа қайта оралуда. Төртінші нөмір аймақ ішіндегі МП. Ағымдағы нарықтық баға, олар не істегісі келеді, немесе не істегісі келеді. Біз КМП-ге сүйенеміз. Жарайды. Енді тек сату өкілдігіне көшейік. Егер біз көре алсақ, бұл әлде қайда ыңғайлы. Мұнда көріп отырғанымыздай, аймақ жай ғана аймақ, солай емес пе? Бұл алдымен аймақ. Екіншіден, олардың кейбіреулері қысу деп аталады, ал кейбіреулері қысу деп аталады. Олардың мені қалай атайтынын білмеймін, солай естіледі. Сондықтан олар бүйірден не істеп жатыр? Екінші нөмір. Олар енді көтеріле алмайды. Сондықтан олар төмен түседі. Бұл маңызды емес. Мен бірінші түсу туралы айтып отырған жоқпын. Үшінші нөмір. Дұрыс. Баға аймаққа қайта оралуда. Төртінші нөмір сізге не істеу керектігі туралы нұсқаулар беретін жұмыс. Міне, мысал, егер жұмыс сізге сатып алуды ұсынса, сатып алуды қарастырғыңыз келуі мүмкін. Жарайды. Мұнда көріп тұрғаныңыздай, ұстаңыз. Мұнда көріп тұрғаныңыздай, бұл да аймақ, солай емес пе? Бұл да аймақ. Жарайды. Бұл аймақ жалғыз аймақ. Сондықтан бұл аймақта баға серпілісі болатынын есте сақтаңыз. Сондықтан олар мұнда бір нәрсені істеуге тырысады. Қайта. Сондықтан алдымен бұл аймақ. Екіншіден, бұл жағы, солай емес пе? Аймаққа бүйірден кіретін. Содан кейін, төртінші нөмірде, КМП сізге 4 ұяшық береді. Онда сіз ұялы телефоныңызды ала аласыз. Дәл солай емес пе? Сондықтан 1, 2, 3, 4-ші нөмірлер осында. Демек, сіз айтқандай, сап келесі айда өзгеруі мүмкін. Немесе келесі жылы өзгеруі мүмкін. Немесе 20 жыл емес,
келесі 20 жыл ішінде өзгеруі мүмкін. Әрі қарай, мен 2-3 жыл екенін білмеймін, өйткені SAP жаңа ғана құрылды. Солай емес пе? Иә, шынымен де біз ойламаймыз деп ойламаңыз. Біз оны дұрыс оқымаймыз деп ойламаңыз. Сондықтан біз оны шынымен дұрыс зерттеп жатқанымызды түсінуіңіз керек. Мұнда көріп тұрғаныңыздай, мен білмеймін. Егер сіз құрылымды көргіңіз келсе, сізге дейін. Біз ең ескісін аламыз. Біз оны 2009 жылы аламыз. Бұл маңызды емес. Дұрыс, есіңде болсын. Бұл маңызды емес. Жақсы. Баба, күт, күріштің жыртылуын ұста. Жарайды, мынау. Бұл өте жақсы үлгі. Мен өте жақсы мысалды қарап жатырмын. Сондықтан. Жарайды, міне, осы мысал. Бұл 2008 жылғы аймаққа негізделген. Сол кезде аймаққа күнделікті баға серпілісі кірді. Мен бұл жерде бұл туралы айтқым келмейді. Біз бұл туралы сөйлесе аламыз. Бірақ тек жақсы. Сондықтан бірінші кезекте бағаның бұзылуы бұл аймақ. Екіншіден, бұл өте үлкен. Бұл маңызды емес. Өйткені біз бәрібір кіре аламыз. Кейінірек мен сізге аймаққа кіретін баға бойынша 3-ші нөмірді көрсетемін. Егер КМП сізге сатып алуды ұсынса, 4-ші нөмір. Сондықтан, егер КМП сізге сатып алуды ұсынса, және сіз сатып алуыңызды ала алсаңыз, жарайды. Соған сүйене отырып, мұнда көріп отырғанымыздай, бізде жұтатын жасуша бар. Біріншіден, екіншіден, бұл жағы. Үшіншіден, аймаққа кіретін пресс. Төртінші, КМП сізді сатылымға шығарады. Демек, дәл солай ма? Құрылымы бірдей, солай ма? Жарайды, түсіндің бе? Негізі бәрі бір-біріне ұқсайды. Бәрі бұрынғыдай болады. Қайта, солай емес пе? Жарайды. Келесі аймақ үшін, мына жерден көріп тұрғаныңыздай, дұрыс, ары қарай не болады? Бұл жерде баға төмендеп жатыр. Солай ма? Сондықтан алдымен аймақты мұқият қарау керек. Екіншіден, бұл бүйірден. Үшінші, зонаның кіреберісін басыңыз. Төртіншіден, жұмыс сізге не істеу керектігін айтады. Сондықтан 4 нәрсені, 4 қадамды есте сақтау керек. Тағы не істеу керек? Тағы не істеу керек? Тағы не істеу керек? Тағы не істеу керек? Жарайды, мен бұл туралы айтып отырмын. 2008, иә, 2008 немесе 2009. Дәл солай ма? Көріп тұрғаныңыздай. Бұл жерде бірінші орында, аймақ, екінші жағында, бүйір жағы, үшіншісі аймаққа оралады. Ал төртіншіден, жұмыс сізге не істеу керектігін береді. Сондықтан, әрқашан есте сақтаңыз, МП бәрін басқарады. Құрылым әрқашан қайта бірдей. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Дәл солай істе, бұл туралы уайымдама. Жарайды, мұнда да көріп отырғанымыздай, олар бір нәрсені жасайды. Бұл жаңа сияқты емес, 2009 жылғы жағдайға өте ұқсас. Кофе әлі туылған жоқ. Сондықтан есіңізде болсын. Бұл аймақ жалғыз аймақ. Серпіліс, баспасөз қайтып келеді. Бірінші, екінші, үшінші және төртінші. Жақсы ма? Құрылымды есте сақтаңыз. Құрылым өте маңызды. Көріп отырғаныңыздай, біз бірінші, екінші, үшінші және төртінші жұтылатын кадрларды да көреміз. Сондықтан, бұл құрылым мен сізге көрсетіп отырғаным ғана, біз бармаймыз. Біз терең жолмен жүреміз. Бұл келесі бейнеге арналған. Сондықтан бірінші, екінші, үшінші, төртінші құрылымдары сізге кейінірек көмектесетінін есте сақтаңыз. Сондықтан, кейбіреулеріңіз шетке немесе басқа нәрсеге қарап жатқан боларсыз. Бұл әлдеқайда оңай. Көріп тұрсың. Жақсы ма? Тағы не?
Бұл күнделікті апта сайын немесе ай сайын маңызды емес. Олардың аймағы болғанша маңызды емес. Жақсы.